Сәлеметсіңдер ме балалар, қазақ тілін бастаймыз. 60-шы сабақ. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі сөздердің байланысын тауып үйренесіңдер. Мәтіннің негізгі ойын сұрақ қою арқылы мәтін түрін анықтайсыңдар. Туған жер туралы суреттердің көмегімен әңгіме құрастырасыңдар. Екінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Қыста барлық адамдар қалың киім киеді. Өйткені ол суықты денеге өткізбейді. Сонымен қатар дененің жылуын сақтайды. Себебі қалың киімнің арасында ауа бар. Ол даланың суығын ішке жібермейді. Мәтін не туралы? Қыстық киім туралы. Мәтінге ат қой. Қыс деп ат қоюға болады. Мәтіннің түрін анықтаңдар. Мәтіннің түрі неліктен сұрағына жауап бергендіктен пайымдау мәтіні болып есептелінеді. Мәтіннің алғашқы екі сөйлемін көшіріп жазып, сөйлемдегі сөздердің байланысын тауып көрейік. Барлық адамдар қалың киім киеді, адамдар киеді, қыста киеді. Суықты өткізбейді, денеге өткізбейді, ол өткізбейді. Сөздері байланысады екен. 43-ші жаттығу мақалды жатқа жаз. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсетеміз. Қыстың қамын, жаз ойла, қамын ойла сөздері байланысады екен. 44-ші жаттығуда ребусты шешіп көрейік. Туған, өлке сөзі пайда болды. Балалар, суреттерді пайдаланып әңгіме құрастырып көрейік. Туған жеріміз Қазақстанда телегей теңізде, ұшар басын мәңгі қар басқан зеңгір тауда, көкпеңбек орман тоғайда баршылық. Көз жеткізсіз жазықтар мен қыраттар да аз емес. Әрбір адам үшін туған жерден ыстық, қадірлі, қымбат ештеңе жоқ. Өйткені сен ең алғаш жарық дүниеге келген сәтіңнен бастап, осы өлке саған алтын бесік атамекен болып есептелінеді. 45-ші жаттығу. Жеке сөздерді бір бөлек, өзара байланысқан сөздерді бір бөлек топтастырып көрейік. Жеке сөздер өсімдіктер, табиғат, нөсер, көбелек, бұта. Өзара байланысқан сөздер су құй, ақ жаңбыр, суға түкірме, шаңнан тазарады. Жаттығуда көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жасасыңдар. Біздің үй тауға жақын. Тау аласалау. Таудың бетіне ну қарағай өскен. Ағаш арасында неше түрлі құстар болады. Олар зиянды жәндіктерді теріп жейді. Құстарға тимеу керек. Құстар адамға пайдалы.